Нумерология. Тағдыр саны мінезге қалай әсер етеді? Тағдыр санын есептеу үшін туған күніңіздегі сандарды қосып, олардың бір таңбалы санға айналғанша есептеңіз. Мысалы, егер сіздің туған күніңіз 21 тамыз 1992 жыл болса, есептеу келесідей болады. 218199232. Екі таңбалы сан шыққаннан кейін бұны өзара қосыңыз. 325. Сіздің тағдыр саныңыз немесе өмір жолы 5-ке тең екенін білуге болады. 11, 22, 33 сияқты бірдей сандардың екі таңбалы сандарға нумерологтар ерекше назар аударуды ұсынады. Мұндай көрсеткіштер басқару сандары деп аталады. Бұл сан иелері үлкен күшке ие және адамзатқа қызмет ету үшін жаралғандар. Сонымен сіздің тағдыр саныңыз сіз жайында не айтады? Тағдыр саны бір олар керемет шығармашылықпен, пайымдау еркіндігімен және өте жаңашыл ойлау қабілетімен ерекшеленеді. Белсенді іскер және өте жігерлі адамдар қатарынан. Бірінші нөмір жауапкершілік пен талапшылдықты білдіреді, сондықтан ондай адамдар қалай болмасын басшы болуға ұмтылады. Бір табысты мансап үшін жаралғандары саны. Махаббатта олар адал әрі сенімді серік болады, бірақ бәрі оның қадағалауында болуы керек. Тағдыр саны 2-2 саны қарама-қайшылықты бейнелейді. Өмір жолының иелері үнемі көңіл күйдің өзгеруімен ерекшеленеді. Олар кейде күйзеліспен күреседі. Сонымен қатар олардан асқан мейірімді адам жоқ. Жан-жақты таланттарға қарамастан, олар үшін отбасылық құндылықтар мен жақындарыңызға қамқорлық әрқашан басымдылық болады. Өмір жолы 2 санына сәйкес келген адамдар қақтығыстарды қалай тез және сауатты шешуді біледі, ал жұмыста кез келген қиындықтарды жеңе алады. Тағдыр саны 3 адамдар өмірде басқалармен жылдам тіл табысатын, өте тартымды оптимистер ретінде көрінеді. Олар достар арасында танымал, жұмыста табысты және өзі-өзіне қоя алатын талаптың арқасында кез келген мақсаттарды бағындыра алады. Тағдыр саны 3-ке тең адамдар үшін шынайы махаббат өмірлерінде маңызды рөл атқарады, дегенмен оларға басқалардың сезімін түсіну және жанашырлық таныту оңай емес. Тағдыр саны 4 тұтастықты бейнелейді. Бұл өмір жолындағы адамдар парасатты ақылға, ұйымдастырушылық дағдыға және логикаға сенім артады. Ұқыптылығы, әдіс тәсілдеріңізді және тік сөйлеу мәнерінің арқасында оны қоғам қатал мінезді адам ретінде қабылдайды. Бірақ ішкі үйлесімділік пен сабырлы мінез оған шынайы достар мен тұрақты қарым-қатынасты қамтамасыз етеді. Тағдыр саны 5 олар кез келген сұхбаттасушыны сендіре алатын және команданы ынталандыра білетін тамаша бар. Қарым-қатынастағы икемділік, ашықтық, жақсы ниет оларға тән. Олар еркіндік пен шытырман оқиғаны жақсы көреді, мүмкіндігінше күнделікті істер мен ұзақ мерзімді міндеттерді елемеуге тырысады. Тағдыр саны 6 алтылық тұрақтылық пен шындықты білдіреді. Олар үйлесімділік пен сұлулықтан шабыттанған перфекционист, әділеттілік сезімі жоғары және үлкен амбициялары бар шығармашыл, арманшыл адамсыз. Олар шығармашылық мамандықта ашыла алады, ал қарым-қатынаста бір ғана адаммен өмір соңына дейін бірге болады. Тағдыр саны 7. Оның интуициясы ең нәзік сезімдерге бейімделген және адамдарға білім беру мүмкіндігін беретін рухани қабілетке ие. Ескеретін нәрсе: олар тез ғашық болады, шын сүйетін адамды кездіргенше адалдықтан ада болады. Тағдыр саны 8. Егер саны 8 болса, онда бұл адамдар мансап баспалдағымен оңай көтеріледі. Олар көп табыс табады және бәсекеге қабілетті. Олардың өмірлік ұстанымдары және әрқашан өз қолына бастаманы алуға дайын. Ерік-жігер олардың кез келген мақсатқа жетелейді, бірақ ол біреудің сынының астында тез әлсірейді. Тағдыр саны 9 саны позитивті, белсенді және қарапайым тұлғаның өмір жолы. Оны ашу оңай емес. Бір жағынан, ол әлеуметтік белсенді, компанияның жаны болуды білетін және жақын адамдар үшін бәріне дайын болып көрінеді. Екінші жағынан, олар эмоцияларды басқалардан жасырып, тек белгілі бір адамдармен ғана ашық болуы мүмкін.